20 мамырға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, өзіңізді жақсы қырыңыздан көрсетіп, біраз жетістіктерді қанжығаңызға байлай аласыз. Көптеген тоқтылардың айналасындағылар олардың жетістіктерін байқап, тоқтылардың беделі арта түседі. Егер бұл күні жаңа әрі өзгеше танысулар, сондай-ақ ұсыныстар түсіп жатса, бас тартпаңыз, ойланып көруге болады. Алға серпімді қадам басу үшін кез келген өзгерісті дер кезінде қабылдай білу керек. Торпақтар таңғы уақыттан бастап белсенді позицияны ұстанады. Бұған себеп те жоқ емес. Соңғы өзгерістер мен қазіргі қолайлы жағдайлар сізге біраз жақсылықтар жасауға мүмкіндік бермек. Кейбір торпақтар жаңа нәрсе жайында біліп, оларды сәтті қолданады. Кешкі уақытқа қарай өзіңіз сағынып жүрген адамдарға хабарласып, шер тарқатуға кеңес береміз. Егіздер, күннің бірінші жартысында жағымсыз жағдайлар мен ыңғайсыздықтар орын алуы мүмкін. Ойыңыздағының барлығы дерлік жоспар бойынша жүрмегендіктен сіз ашуға бой алдырып мазасызданасыз. Дегенмен де мұндай жағдайлар ұзаққа созылмайтынын түсініңіз. Жағдайлардың барлығы өз орнына келген соң ойыңызда жинақталады. Күннің екінші жартысындағы жағдайларды алдын ала болжау қиын. Күтпеген жағдайларға дайын болыңыз. Шаян. Жаңа шаруалары көп болса да, оның әрқайсысын жауапкершілікпен бастаңыз. Бірақ асығыстыққа жол бермеген жөн. Әр шаруаны ойланып, қателік жасап алмас үшін өзіңізге қолайлы жылдамдықты атқарыңыз. Бүгінгі күні өз біліміңіз бен тәжірибеңіз ғана сізді екі жақтап алып шыға алады. Ал достармен немесе серіктестермен жолығып қалсаңыз, жұмысқа қатысты емес, тек достық тақырыптағы әңгімелерді қозғауға кеңес береміз. Арыстан. Сіз үшін шынымен де қызықты болатын шаруалардың саны көп болады. Егер жаңа адамдармен сөйлесіп, тәжірибе алмасатындай мүмкіндіктеріңіз болып жатса, мұндай мүмкіндіктерді қолдануға кеңес береміз. Бұның барлығы дерлік сізге көп пайдасын тигізеді. Сондай-ақ арыстандар бүгінгі күні сәтті сауда жасап, өздеріне ұзақ қызмет ететін заттарды сатып ала алады. Кешке қарай романтикалық отырыс өткізіп, сүйіктіңізге тосын сый жасауға кеңес береміз. Бикеш, асығыстықпен шешім қабылдамаңыз. Кейбір бикештер адамдарға қатысты қате пікір қалыптастырып, үзілді-кесілді шорт шешім шығаруға бейім тұрады. Сәл ойланып, барлық детальдарға үңіле білсеңіз, қателікке бой алдырмайсыз. Тек барлық шешімді өзіңіз ғана қабылдаңыз. Күннің екінші жартысы күннің бірінші жартысына қарағанда сәттірек өтеді. Жаңа шаруаларды қолға алып, өзіңізге дамуға мүмкіндік беріңіз. Тек жағымсыз ойларды ойға алмауға тырысыңыз. Таразы, аса жемісті, болмаса сәтті күн деп айта алмаймыз. Ойыңызды жинақтап, қателіктерден сақ болу қиынға түспек. Бір уақытта бірнеше шаруаны атқаруға тура келеді. Ал бұл жағдайда тәуекел ету мен қателіктерге бой алдыру ықтималдығы 100% деуге болады. Ойыңызға қызықты идеялар келгенімен, қазіргі жағдайда оларды жүзеге асыру еш мүмкін емес. Жұлдыздар сізге өз көңіл күйіңізді өзіңіз көтеріп, достарыңызбен немесе әріптестермен жылы сөйлесуге кеңес береді. Саршаян, жағымды күн деуге болады. Біраз күш салып, тер төккен шаруаларыңызды сәтті аяқтауға мүмкіндік туады. Кейбір саршаяндар қызықты ұсыныстарға ие болмақ. Бұл күні қабылдаған шешімдеріңіз алдағы карьералық мансабыңызға да ықпал етеді. Кешкі уақыт көптеген саршаяндарды жақсы жаңалықтармен қуантады, ал басы бос саршаяндарға айналасына көңіл аударып, серуендеп қайтуға кеңес береміз. Мерген. Қажетті ақпараттарды жиыстыруға, іздестіруге қолайлы күн. Мергендер қызығушылығының арқасында жаңа нәрселерді бірден қабылдай біліп, қажеттісін ой сүзгісінен өткізе біледі. Қажетті нәрсеге қол жеткізгеннен кейін шабытыңызды ашылып, жетістіктерге жетуге қадам басуға дайын екеніңізді түсінесіз. Тек асықпаңыз, барынша төзімдірек болғайсыз. Егер айналаңыздағы адамдар тарапынан жағымсыздықтарды байқасаңыз, ондай жағымсыздықтарды елемегендей сыңай танытыңыз. Тауешкі, күннің басы біраз қиындау болуы мүмкін. Шешімді тез қабылдауды талап ететін жаңа шаруалар мен тапсырмалар шығып қалады. Ең қиыны, тауешкілердің басым бөлігі қай шаруа маңызды, қай шаруаны кейінге қалдыруға болатынын бірден ажырата алмайды. Дегенмен де уақыт тапшылығын сезбейсіз. Кешкі уақытқа қарай өзіңізге жағымды әсер сыйлайтын кездесу өткізіп, уақытты жағымды атмосферада өткізуге мүмкіндік бар. Суқұйғыш.
Сөйлесудің кез келген формасына қолайлы күн. Мейлі достармен болсын, туыстармен, отбасы мүшелерімен не болмаса, серіктестермен, әріптестермен болсын, бұл күні сөйлесудің нәтижесі сізге біраз нәрсенің бетін ашуға мүмкіндік береді. Егер басыңызда қаржылық мәселелер бар болса, оны да шешуге мүмкіндік тумақ. Қолыңызға қажетті ақша түскен жағдайда, оны босқа жаратып тастамай, тек қана маңызды мәселелерді шешуге жұмсаңыз. Балықтар, жемісті әрі жайлы күн болғалы тұр. Ұзақ уақыт кейінге қалдырған шаруаларыңызды қолға алып, бір орында қалған шаруаларды да ілгерілете аласыз. Егер өзгелердің көмегі қажет болған жағдайда, жақындарыңыздан, таныстарыңыздан көмек сұраудан қысылмаңыз. Дұрыс шешім қабылдауға интуицияңыз ықпал етпек. Егер сол ішкі дауысыңызды дұрыс тыңдай білсеңіз, жеке мәселелеріңізді де сәтті шешесіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.